21 маусымға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгінгі күні сіз өзіңіздің мықтылығыңызды көрсетесіз. Сізге кедергі жасап, өз қалауларыңыздан бас тартуға итермелейтіндер болады. Алайда, мұндай шиеленісті жағдайларда қызбалыққа салынбай, негативке жол бермеуге тырысыңыз. Есесіне, нақты деректерді бетке басып, сабырлы күйіңізде бәрін жай сөзбен ақ орнына қоясыз. Торпақ, жұлдыздар өте сақ болуға шақырады. Бұл күн шиеленісті жағдайларға толы. Сіз қызбалықпен бітпейтін ұрысты жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Кей торпақтардың жеке қарым-қатынастарында жағымсыздар орын алуы ықтимал. Барлық жерде төзімді болуға кеңес береміз. Провокацияға беріліп қойсаңыз, күніңіздің шырқы кетті дей беріңіз. Одан да ешкімге мән берместен күніңізді жемісті өткізуге атсалысыңыз. Егіздер, жаңа бастамаларыңызда сәттілікке жетуге мүмкіндіктер жетеді. Әсіресе, жеке қарым-қатынастар мен махаббатта жұлдыздардың қолдауы мықты. Бұл күні қабылдаған шешімдер, жасаған келісім шарттар, жаңа танысуларда көңіліңізден шығар сөзсіз. Сондықтан да бүгінгі орын алатын өзгерістер алдағы уақытта сізді ұзақ қуантатынына сеніңіз. Шаян, бүгін өзіңізге де, өзгелерге де өте үлкен талаптар қоясыз. Бұл күні сіз айналаңыздағылардың бәрін өз бақылауыңызда ұстап тұрғыңыз келеді. Бастаған шаруаларда артқа шегінуге ниетіңіз жоқ. Бұл өте жақсы. Ең бастысы, сізге көңіл күйіңізді түсіріп алмау қажет. Себебі көңіл күйіңіз түсіп кетсе, сіздің жұмыс істеу былай тұрсын, ойлануға да құлшынысыңыз болмайды. Арыстан, ешкімге үміт артпаңыз. Бұл күні өзгелерге толық сенім артамын деп, ыңғайсыз жағдайда қалуыңыз мүмкін. Жақсы таныс емес, алыстағы адамдарға маңызды нәрселерді сеніп тапсырудан аулақ болыңыз. Кей арыстандар өзі жайлы айтылып жүрген қауесеттерге күтпеген жерден куә болады. Бұл дегеніміз, сіздің кейде аңқаулыққа жол беріп, таныс адамдардың бәрін дос санап, ойланбастан ішіңіздегіні шығара салатындығыңызды көрсетеді. Сол себепті де өте сақ болғайсыз. Бикеш, жұлдыздардың айтуы бойынша, көптеген бикештер бұл күні қатты эмоцияларға жол беріп қояды. Дегенмен де, бойыңыздағы ұстамдылықтың арқасында жағымсыз жағдайларға жол бермейсіз. Негативті ортада ұзақ бөгеліп қалмаңыз. Кімнің дос, кімнің қас екенін ажыратып, өзіңізге жамандық тілейтіндерден бойыңызда аулақ ұстайтын кез келді. Таразы, бұл күні қол қусырып отырып, сәйкестіктен, сәттіліктерден қатты үміттенбеңіз. Еш нәрсе өздігінен бола салмайды. Бүгінгі күні әрбір қадамыңызды жақсылап ойланып барып басуға кеңес береміз. Әдетте барлығына тыңғылықты дайындалатын таразылар жандағы кейбір жеңілтек адамдардың ықпалына тез беріліп қояды. Сол себепті де таңғы уақыттан бастап күніңізді дұрыс жоспарлап, жауапсыз әрі бәріне немқұрайлы қарайтындардан аулақ болыңыз. Саршаян, қаржылық жағдайыңызды бақылауға алып, қаржыға қатысты мәселелеріңізді шешіп, жеке бюджетіңізді бекітуіңіз қажет. Себебі, ретсіз шығындар мен қайтарылмаған қарыздар жиналып қалғанға ұқсайды. Өміріңіздегі кейбір шиеленісті жағдайларға да дәл осы ақша себеп болуы мүмкін. Сол себепті де бүгінгі күні еш ерінбестен осы жағдайларға мән беруге кеңес береміз. Мерген, энергияңызды дұрыс арнаға бұра біліңіз. Бүгінгі күні ескі қателіктерді түзетуге мүмкіндік бар. Кейбір жерлерде жағдайлар сізге қарсы болып, шиеленістерге тап болып жатсаңыз да, сіз барлық жағдайлардан шығатын амалдарды дер кезінде табасыз. Таңдау өз еркіңізде. Пессимист болсаңыз, сәтсіздіктерге мойынсұнып, жылдам берілесіз. Ал оптимист болудың арқасында соңына дейін күресіп, өз дегеніңізге жетесіз. Тауешкі, жұлдыздар кішігірім үзіліс жасап, үлкен бастамаларыңыздың алдында сәл жақсылап ойланып, бірнеше адамға ерте дайындық жұмыстарын бастауға кеңес береді. Бүгінгі күні маңызды жобалар былай тұрсын, қарапайым шаруалардың өзінен де шикіліктер шығып, қолайсыз жағдайларға тап болуыңызға жап емес. Сол себепті де екі есе сақ, екі есе мұқият болуыңыз керек. Су құйғыш, барлық жауапкершілікті шаруаларды өз қолыңызға алыңыз. Бұл күні сіз ең жауапты ұйымдастырушы, немесе алға бастаушының міндетін жақсы алып шыға аласыз. Әлбетте, сіз онсыз да барлық нәрсені өз назарыңызда ұстағанды жөн көресіз. Жалпы айтар болсақ, іскерлік шаруаларыңызда сәттіліктерге жетуге мүмкіндік зор. Сондықтан да айтылған кеңестерімізді естен шығармаңыз. Балықтар,
күннің жағымды атмосферасын сезіну қиынға соғуы мүмкін. Бұған себеп кей балықтар өздерінен өзі тұнжырайып, өткен уақыттағы жағымсыздықтарды қайта еске алады. Өткенді ұмытып, қазіргі уақытқа, алдағы болатын күндерге көбірек мән беріңіз. Бұл күні жағымды тосын сыйларда, есте қаларлық оқиғаларда орын алады. Сондықтан да көңіл көтеріп, күннің жағымды энергиясын дұрыс қабылдай біліңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.